Өңірімізде коронавирустық инфекцияға шалдыққандар саны 2 есеге артқан. Бұл жөнінде Степногорск қаласы тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының басшысы Гулюза Абрамович арнайы сұхбатында мәлім етті. В целом, как по Республике Казахстан, так и по Акмолинской области. Ақмола облысы мен Степногорск қаласы бойынша қараша айынан бастап коронавирустық инфекция аурушаңдығы байқалды. Қараша айында қазан айымен салыстырғанда ауру 4 есе өссе, желтоқсан айында қарашамен салыстырғанда 2 есеге өсіп отыр. Бұл өсу үрдісі қаңтар айында сақталып отыр. Ағымдағы айдың 19 күнінде ақ COVID-19-дың зертханалық расталған 151 жағдайы тіркелді. 14 науқас бұл ауыр індеттен көз жұмды. Олардың барлығында вирустық пневмония анықталды. Мұның бірден-бір себебі медициналық көмекке кеш жүгіну деп отыр басқарма басшысы. Жағдайдың күрделенуіне байланысты жаңа шектеу шаралары енгізілді. Фитнес залдары, бассейндер, аумағы 1000 шаршы метрге дейінгі азық-түлік емес дүкендері, азық-түлік базарлары мен сауда ойын-сауық орталықтарының жұмыс уақыты таңғы 10-нан 22:00-ге дейін қысқарса, демалыс күндері қызметін мүлдем тоқтатады. Ал қоғамдық тамақтану орындарының қызметі таңғы 9-дан тек кешкі 8-ге дейін ғана жүргізіледі. Инфекцияның эпидемиологиялық жағдайы шектеу шаралармен тікелей байланысты. Бұл дегеніміз әлеуметтік белсенділік, медициналық маскаларды кию, әлеуметтік ара қашықтық пен дезинфекциялық режим. Аталмыш қарапайым ережелерін сақтай отырып, біз коронавирустық инфекцияның алдын аламыз.